Құрметті агрофорум қатысушылары, неге бұл тақырыпты таңдадық? Ұйымдастырушылармен ақылдаса отырып, бұл жерде Астанада болғанымен, видеокамерамен Қазақстан барлық аймақтарындағы филиалдардағы солардың клиенттері, КМФ-тің қатысушылары болады деген есебінен бізде КМФ-тен сұраныс болды, яғни КМФ-ке келіп, ауыл шаруашылығымен айналысқысы келетіндер болады арасында. Соларға бастапқы ауыл шаруашылығымен айналысып атқан кездегі негізгі қателіктерді қарастырып көтсек. Бұл енді қарапайымдылау презентация болады. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, арасында бөліп сұрасаңыздар болады. Араларыңызда мал шаруашылығымен айналысатындар бар ма? Мал шаруашылығымен айналысатын қолдарыңыз көтерсеңіздер. Бар, жоқ, мал шаруашылығы. Ал егін шаруашылығымен, растениеводство, о жағынан бар ма? Ал енді ауыл шаруашылығымен айналысам дегендері бар ма? Иә, жәлеп, оны көп екенбіз, сонда пайдалы болады екен. Жаңа Даниярдың айтып кеткен, яғни өте маңызды тақырып, яғни ол детальна шейін айтып кетті, яғни не қажет, не істеу керек. Енді шамаларыңыз келетін болса презентациясын алыңыздар. Алда егер шаруашылықтарыңыз кеңейтем десеңіздер, табысқа, конкуренцияға шыдап табысқа жетем десеңіздер өте пайдалы. Енді ары қарай айтып кетейік. Так. Қазақстанда агроинвестиция мұңды өте жоғары, енді оны бәріміз білеміз. Жаңағы айтып кеткен 10 қателіктер мен 10 шешімдер. Бұл Қазақстанның Ақмола облысындағы емес, бұл Қазақстанның бүкіл аймақтарын арладық, аналитика жасадық, фермерлермен тікелей жұмыс жасаймыз. Солардан алған нәтиже. Қазіргі таңда Қазақстан ең перспективалы бағыттардың бірі сүт өндіру бағыты, бордақылау, жоңышқа, сиылыс жүгері, қой шаруашылығы, агросервис. Соңғы 2 жылда және болашақта және 2 жылда осы бағыттар ауыл шаруашылығы бағытындағы аналитиктердің болжамдары бойынша ең табысты бағыттардың бірі табылады. Бірінші қателік, сразу ближе к делу, жоспарсыз бастау. Мүмкін бұл банальный шығар, қазір сұрақтардың көбісі банальный болуы мүмкін, бірақ өкінішке орай барлығы осы қателіктерді жібереді. Яғни жоспар жоқ. Яғни мына жерде ауыл шаруашылығымен айналысам дейді келеді, мал шаруашылығымен айналысам дейді келеді, жоспарсыз бастап кетеді. Көбінесе кіші шаруашылықтар 5 мал, 10 мал алатындай. Жем шығыны бақылаусыз қалады. Бағана мал қай тиімді мал? Бағана айтып кетті ғой. 40 тоннаға дейін жылына береді. Ол енді өте пародалы малдың беретін өнімі. Ал өте пародалы малдың беретін өнімін үшін сен оған тиісті мөлшерде қарауың керек. Ал сен бастап келе жатқан шаруашылықтағы маман болатын болсаң, сен ондай хабарың жоқ, сен просто малды өлтіріп аласың. Болмаса ол малдың 40 тонна беретін малдан 10 тоннаған өнімді аласың. Сол үшін бастапқы бағытта жаңағы ақылдасып кеткеніміздей жергілікті жайға бейімделген малды алу керек. Ол өнімділігі 2 есе төмен болуы мүмкін, бірақ сіздің 2 жыл, 3 жыл көлемінде қатеңізді төмендетіп, шығыныңызды азайтатынына бастан кепіл. Себебі ол жергілікті жағдайды біледі, ауру зиянкестердің бәрінде төзімді, жемдерді қорытады, сіздерден аса артық қарауды талап етпейді. Келесінде бана жоспарды ғой, мынау белгілі бір есептеуден, бұл экономикалық жағынан шаруашылықтарды енді бастап жатқандардың қысқаша жоспар ретінде, мысал ретінде келтіріп жатқан. Себебі қазір региондарда көп көріп жатыр екен, региондарға мысал. Бірінші шаруашылықтан егер 10 сиыр болатын болса, 10 сиырда ол негізгі бағыт сүт өндіру және сату, өндіріс көрсеткіштері мысал үшін орташа өнімді сиырлар, жай шаруашылықтар 15-18 литрдің көлемінде береді. Оның мысал үшін жалпы 10 сиырында 150-180 литр болатын болса, айына 4,5-5,5 тонна көледі. Сүт бағыты где-то 200-250 теңгенің есептесек, сонда айлық табыс 900 мың, 1 миллион 300 мың көлемде. Бұл енді орташа жай есеп. Бизнес жоспарды ені шығындар, төменде шығындарды есептеп келе, таза пайда 300 мың, 700 мың көлемінде. Ал жылдық таза пайда 3,5-7 миллион көлемінде болады. Осындай просто қысқа нұсқа жоспар құру керек. Басында, о сіздің біліміңіз өте жоғары болмаса, эксперттіңіз төмен болатын болса, жай жоспарды өйстіп құра.
Соған қарай сен бағанағы айтып кеткен А точка мен Б точканы белгілеп аласың. Сен А точкада тұрсың ба, Б точкаға қай жерге жетем, соның жоспарын қарапайым түрде жасасаң, бірінші жылда сенің жоспарыңның қалай жұмыс жасағанын көресің. Мысалы үшін мына жерде жылдық таза пайда, мысалы үшін 3,5-7 миллион көлемінде дейік та. Ал егер осы Астана, осы Ақмола облысымен салыстырғанда инвестиция, қанша инвестиция керек, соның көлемінен мына жақта келесі жоңышқаны қарайық та. Жоңышқада 100 гектар жоңышқа егетін болсаңыздар, көлемде 4-5 тоннадан алуға болады басына. Егер жеріңіздің сапасы төмен болатын болса, қарауыңыз төмен болатын болса, сіздің техникаңыз жоқ болатын болса, арендаға алатын болсаңыз, сол көлемде береді да. Оның есептеуімен жылдық таза пайда 18 миллион жасы болатын болса, инвестиция 40 миллион қажет етеді да, сонда сіздің өтеулі мерзіміңіз 2-3 жылда. Ал жоңышқа ол 10 жылдап өнім бермейді ғой, ол 4-5 жыл ғана өнім береді. Сол үшін уже есептейсіз, сізге тиімді ма жоңышқа өсіру? Жоңышқа өсіру тиімсіз ба? Егер сіздің яғни 4-5 тоннадан сізге өнім беретін болса, сіздің табысыңыз 2 жылдан кейін ғана келетін болса, онда сіз 4-5 тонна емес, 10 тонна өнім алудың жоспарын қадағалауыңыз керек. Реттеуіңіз керек. Келесі, дұрыс бағыт таңдамау. Мысалы үшін көрші бидай егіп жатыр, бізде егейік дейді. Тура осы сияқты қазір оңтүстік регионда осы жақын сәуірдің соңы мен мамырдың басында оңтүстік региондарды аралап шықтық. Капуста еккендердің жағдайы болмай қалды. Капуста өте төмен баға түсіп кетті. 20 теңге, 25 теңге болып кетті. Ол мына жақта 100 гектар, 1000 гектарға кететін шығын, ол капустаның 1 гектарына кететін шығын есептелінеді. Яғни капустаның гектарына кететін өсіру кезінде шығын өте жоғары. Фермерлердің жағдайы, ахуалы төмендеу. Оның басты себебі деп айтамайын, бірақ негізгі себептердің бірі былтыр капуста жақсы болды. Яғни көршімнің капустасы дұрыс егілді. Келесі жыл мен капуста егем дейді, сөйтіп барлығы капуста егіледі. Ал сұраныс ондай көлемде болмай қалады. Сұраныс былтырғы көлемде 100 тонна болады, 100 мың тонна болатын болса, биыл да 100 мың тонна, бірақ өндірілген өнім биыл 200 мың тонна. Баға түсіп кетті. Тура сол сияқты енді Ақмола облысы жағдайында сәл қиындау шығар, бірақ онда да ескеру керек. Яғни бір шаруа магазиндерді аралап шықтық. Магазиндерді аралағыңызда бір шаруаны, магазиншілер айтады, бір шаруа өмірі күзде келеді дейді бізге. Не үшін? Қандай ұрық сатылды, соның бәрін сұрап шығады дейді, әр магазиннен. Сөйтіп, қанша ұрық келесі жылы, қандай мысалы капуста көп егілетін, өзінше бір прогноз жасайды дейді да. Ең аз сатылған ұрықты сол келесі жылы егеді дейді. Ең аз мысалы қызылша сатылатын болса, келесі жылы қызылша егеді. Ол өмірі пайдада тұрады дейді да. Сол үшін анализ жасауларымыз керек. Одан кейін екіншісі ылғалды аймақ, мысалы үшін су мөлшері жылдан жылға төмендеп бара жатыр. Сол үшін ылғалға төзімді сорттарды, гибридтерді таңдау. Ол көбінесе бір шаруашылықтарға барам, енді бастап атқан мен ең интенсивный, яғни қарауды көп талап ететін гибридті алып алады да, ол көп өнім береді деп шаруашылығына бастайды. Бірақ ол гибридтің ылғалға төзімділік өте төмен. Содан ол гибрид мысалы үшін 3 есе 4 есе өнім төмен береді, шаруа банкрот болады. Сол үшін онда ескеріп өткеніміз дұрыс. Одан кейін үшіншісі қаржыны дұрыс жоспарламау. Қаржыны алдым, мысалы үшін КМФ-тен алдым, ары қарай барлығын мал шаруашылығына жұмсап жіберу. Мал шаруашылығының бүкіл бағытында ол жем шаруа, жемді ары қарай есептеуін дұрыс есепке алмаған жемді қалай қалыптастыру керек. Мысалы үшін малдың ақша алды, болмаса өзіңнің жеке қаражатың бар, 50% малға жер, 30% жемге, 20% резервке деген қарапайым жоспарды жасау керек. Онсыз сіздің пайдаға минусқа кетіп қала бермес деп айта алмаймын, бірақ әрекетін жасайсың ғой, болмай жатса, бірақ сізге өте қиындау болады. Сол үшін төртінші технологияны сақтамау. Просто технологияны сақтамайды шаруашылықтарда. Енді бастап атқан, мен таңғалам, сенің негізгі бағытың не шаруашылықта бастауыңа? Негізгі бағытың сенің ақша табу, бала шағаңа
нан тауып беру. Негізгі мақсатың сол. Ал сен негізгі мақсатың сол болып, бұрынғы заман емес, қазір интернетті басып қалсаң, саған қаншалықты кеңес береді. Соның бәрін ретте де, мейлінше сен қалтаң көтергенше технологияны сақта. Жаңағы апамыз айтқан тазалығыңды сақта. Одан кейін сүтті сау кезінде қолыңды жуып сау. Жай соның өзінде бактериясына әсер етеді. Жем араластырғышыңды алып, напсе, ол сен не бересің малға? Шөпке не бересің? Егінге. Соны аласың. Оны алдай алмайсың ешқашан. Ол не істейсің, соған қарайды. Дұрыс емес қарайсың ба? Дұрыс емес өнім береді. Жаның ашымай ма? Ол да саған жаны ашымайды. Нарықты ойламау. Нарықты ойламау бұл негізгі фактордың бірі. Мысалы үшін бір регионда болды бізде қант қылшасын егем дейді. Айналайын қант қылшасы заводы ол регионнан где-то бір 400-500 километр жерде да. Ол завод, сен қант қылшасын тек қана заводқа ғана сата аласың. Басқа ешкім алмайды оны. 500 километрге тасымалдаудың шығыны әжептәуір. Сонда айтамын, жоңышқа ексе, басқа ексе, жоқ, мен қант қылшасын егем. Бір жыл екті, 200 гектар банкрот болды. Себебі логистикамен проблемасы болды. Оның өзінің не жеке техникасы жоқ, техниканы арендаға алды. Ал тура арендаға алатын кезде егін жинау кезеңі пайда болды. Егін жинау кезеңінде техника жетпей қалды. Содан анау просто поледа қап кетті көп қант қылшасы. Сол үшін нарықты зерттеуім керек. Қайқа сатам, неге сатам? Бір жерге сатам емес, бірнеше жерге сатам. Біз үшін ойлайды, алды келді, мен егінім пісет, егін піскен кейін уже сатып алушылар келеді, мен сатам деп. Жоқ, сен екпей жатып, уже қайқа сататын белуің керек. Базар ба, базары. Көтерме сауда орындар ма, көтерме сауда орындар. Шаман келеме экспорт. Қайта өңдеу. Уже соны жайлап ескеруің керек. Методым бұның бәрі банальный нәрсе, бірақ өкінішке орай 100% деп айтамайын, бірақ 99% шаруашылықтардың қателіктері осындай. Тек бір бағытқа тәуелділік. Жаңағы айтып кеткен осы бір апталың барған кезіндегі бір шаруашылық 20 гектардың көлемінде капуста еккенді. Тек қана капуста еккен, бұлдар капуста жақсы болды. Бірақ дақыл еккен. Басқа ешқандай күнкөріс көзі жоқ. 20 гектарына ол почти бір 30 миллиондай, 20-30 миллиондай шығын кеткен. Ауфидерзейн жоқ. Капустаны сатамайды, 20-30 миллион қарызға кірді. Ол өзінің қалтасынан бөлек, ол банктен алды, тағы басқа шығын қалып кетті. Сол үшін бір бағытқа қайтып қалмау керек. Жаңағы айтып өткендей, сүт өндіресің ба, сүт өндірдің жанына және қосымша бір нәрсені қосып қой. 5-6 малың бар ма? Қалаға жақын тұрасың ба, көкөнісіңді қосып қой. Болмаса бағанағы малдан алған тезегіңді, шолшандар бар ғой, американский, калифорнийский дейді ғой. Калифорнийскийді алды, ананы өңде постепенно әрқайсысын диверсификация жасау керек. Басынан сразу сол направлениені дұрыс таңдамасаңыз, онда өкінішке орай сіздің табысқа жету мүмкіншілігіңіз төмен болады. Кейін кадр мәселесі, бағана айтып кеткен, тура өте дұрыс айтты Данияр. Бұл кадр мәселесі үлкен. Бізде мысалға мен жиенім, ол жақсы бала, ол мен кеп қазір шаруашылығымды жүргізеді дейді. Ал сен жиенің мал шаруашылығы бойынша хабар бар ма? Мал өсірген шығар мүмкін, бірақ ауруларды ажырата ала ма? Ол малды сау жүйесін біле ма? Оның вообще хабарым жоқ. Ал егер шамаң жетпесе, біреуді жалдауға, өзің оқы. Өзің оқып, сен максималды түрде сен ақпаратты көп білесің, тура сондай пропорцияда максималды түрде сен өнімді көп аласың. Яғни табысқа жетесің. Сол үшін кадр мәселесін дұрыс қалдың керек, егер кадрға шамаң жетпейтін болса, өзіңді сразу оқытуың керек. Техниканы дұрыс қолданбау. Мен таң қалдым, техниканы мен ондай деңгейде бастапқы шаруаларды дұрыс қолданбайды деп ойламаппын. Тракторды жіберген, егін шаруашылығында айтайын. Тракторды жіберген поляны таптап тастаған ғой. Екі рет өңдеу керек, мысалы үшін көктемде. Екі рет өңдеудің орнына 3-4 рет өткізіп жіберген, өңдеп шыққан жер қатып қалған. Ана егілген өнім өсімдік тамырын жая алмайды, себебі жер қатып қалған. Сонда сен қаншалықты ақшаңды жинадың, ең сапалы ұрықты таңдадың, гербицидтің барлығын бердің, тыңайтқыштардың барлығын бердің да,
в конце сенің өнің өте төмен. Себебі сен бірақ қате жібердің, жерің қатып қалған. Сол үшін технологияны дұрыс жасауың керек. Білмейсің ба? Сүт шаруашылығы. Бана Данияр сияқты тағы басқа Қазақстан құдайға шүкір қазір шаруашылықтарын дұрыс жүргізіп, оны онлайн форматта, мысалы үшін Инстаграм жүргізіп, ТикТогын жүргізіп, Ютубын жүргізіп жатқан шаруашылықтар өте көп. Ерінбей сұра. Мен жай ретінде кейбіреулеріне мен хабарласам, уақыттар жоқ шығар, бірақ сонда да білмеген кезімде жазам, жауап береді. Хабарлас, ерінбей бір 5-10 тиынды жұмса да, сон шаруашылығына барып көр. Сенің қаншалықты пайыз қателікке жетуіңе, қателікті жетуіңе сақтап қалады сол. Бір кездесудің өзі, шаруашылықта бір көруінің өзі. Сол үшін технологияны дұрыс қолдану, техниканы дұрыс қолдану керек. Су мәселесін елемеу. Жүгер еккенді көрдім. Осы Қарағанды облысынан бар ма шаруалар? Қарағанды облысында бір шаруашылыққа бардық, анау 60 гектарда жүгер еккен. Егем деп жатыр. Мен бұрын жүгері орғын сататын компанияда істеген. Бардым, күзде бардым. Күзде барсам, ананың су көзі жоқ. Су көзі бір кішкентай өзен дейді, өзен деп тұр. Жай әшейін Гуглға теріп, өзенге қарасам, өзен ол жазда су ақпайды екен ода. Көктемде ғана ағады екен. Ал Қарағанды облысында сен көктемде егді еңпейсің ғой, сен майда егесін, сөйтіп сен суың үйілде қажет. Өзенде су жоқ, айтам 60 гектар су қаяқтан аласың. Жер қаза салам дейді. Жерден қазып алам дейді. Жердің астында қанша су бар екен білесің ба? Жоқ, ол жана хабарым жоқ. Мен андай адамдар шақырып істесем. Үлкен кісі, мен таңғалдым. Бұрын экономист болып істеген екен. Содан отырып тоқтатты анан. Болмаса біз сатып кетесем де болады. Отырып тоқтатып, ана жерде көрші шаруашылықтарға барып, есептетіп, бұрғын андай қып, 220 метрден су шығаратын. Ол су қанша мөлшерде шығаратын полный есептеп болған кейін ананы еккіздік. 60 гектар емес, где-то 22-23 гектар ғана екті. Себебі су соған ғана жетеді. Сол үшін оны үлкен не дейді? Үлкен мәселе. Жылдан жылға су азайып бара жатыр. Бұған қарамаса болмайды. Және одан кейінгі жем базасының әлсіздігі. Осыдан 2 жыл алдың ба оңтүстік регионда қалың бір қар жауып, шаруалардың жемсіз қапқаған көрін. Таңғалам, малды өсіріп жатсың ма, қысыңды сақта. Ата бабамыз айтып кеткен. Бір емес, мысалы үшін малың 100 тонна жейтін болса, сен шаман келсе 200 тонна сақтап қой, себебі қыстың қалай болатын сен прогноз білемейсің. Малдар қырылып қалды тауда. Просто қойлар қырылып қалды. Мен өмірімде ондайды көрмеппін. Қойлардан қора жасаған, өліп қалған қойлардан. Өліп қалған, бәрін қора жасап, дейді, мороздан сақтап қалу үшін. Сен қаншалықты жасадың, бағана дұрыс ұрық таңдадың, қаншалықты шөбін бердің, көңіліңді, жаныңды бердің, бірақ жем-шөп базасын дұрыс таңдамадың, қыста сен уже малың бәрі өліп қалды. Соны дұрыс қалу керек. Кейін ең басқа қателік агробизнесті бизнес ретінде көрмеу. Таңғалам, мен бір 5-6 миллион ақшам бар, шаруашылықты жүргізсем ба дейді. Айтам, не үшін жүргізесің? Сен қай жақта істейсің? Мен бір жерде істеймін. Сен шаруашылықта қай уақытта істейсің? Шаруашылықта таңертең ерте тұрам, 1-2 сағат істеймін, кешке жақын 1-2 сағат істеймін. Сенбі-жексенбі боспын, сол күні мен толық кірісем. Айтам, жарайды оны. Сен шаруашылықта қай деңгейде жүргізгің келеді? Мен профессионалды деңгейде жүргізіп, мен ол жерден 1-2 табыс тағым келеді. Олай болмайды. Сен уже агробизнес ретінде бизнесті көруің керек. Сен полный есептеуің керек. Сен ар жақта айлығың 300-400 теңге болып тұратын болса, сен мына жақта агробизнеске көңіл бөлмейтін болсаң, бағанаға тура сондай. Ол өсімдікте, жануарда жанды зат. Ол сен қандай жақсы көріп, қаншалықты соған дұрыс қарайсың, тура соншалықты саған береді. Ал сен жартылай қарасаң, ол да жартылай саған өнім береді, болмаса вообще өнім бермей қояды. Соны ескеру керек. Агробизнеспен айналысқыларың келетін болса, агробизнеске толық көңіл беру керек. Толық көңіл беру деген не? Алдын ала есептеу, өзің регионыңда
біріншіден регионыңа қажетті нарыққа сәйкес өсімдік түрі болмаса малдың түрін таңда. Бір. Екіншіден жем базасы, сол аймақтағы сен жерің қай жерден, су бар ма, бар жоқ па, шөп қалай, соның бәрін ретте. Үшінші, қаншалықты мал еккен кезде сен табысқа жетесің бір жылда. Мысалы үшін саған 3 сиыр емес, 8 сиыр бақсаң ғана табысқа жететін шығарсың. Соны есепте. Сөйтіп, содан кейін ғана бизнесіңді ары қарай жүргіз. Қорытынды ауыл шаруашылығы бұл бизнес, бұл жай бұрынғыдай 2 сиыр бағатын деген нәрсе емес. Конкуренция артып жатыр. В то же время кіші шаруашылықтардың енді бастап жатқан шаруашылықтарға үлкен потенциалы бар. Себебі қазір органикалық өнімге сұраныс көп. Органика дегенде 100% органика болмайды, бірақ қолдың өніміне, қолдың құрты, қолдың майы, қолдың жұмыртқасы, қолдың тауықтың еті дегенге сұраныс бар. Өзіңнің брендіңді жаса. Қазірден бастап, бұрын адамдар красивый жизнь дегенге қызығатын еді. Мысалы, блогерлер қызығады, ана жаққа дуай қарды, ана қылды, мұндай қылды, брендовый киім киді, ана қылды. Ода адамдар шаршаған кез. Адамдар өзінің жанын түсінетін, қателікпен жетістікті бірге алып жүретін қарапайым адамдардың өміріне қызығып жатыр. Байқап қарасаңыздар. Жай қазір бір күн танымал болып жүрген адам, жай тамақ күнделікті тамағын істеп жүріп, танымал болып кетіп отқандар бар. Тура сол сияқты жай қазірден бастап ойларыңызды бөлісіңіздер. Бағанағы Данияр айтты ғой, мен мамандарды интернетте өзім жүргізуім арқылы мамандар табамын деп. Тура сол сияқты өздеріңіз жанашырларыңыз табасыздар, болашақ клиенттеріңіз табасыздар. Содан бастау керек. Желеп. Сол үшін қателік табыс екші сөз еді. Енді шамаларыңызды кооперация жасаңыздар, ауылдарда мүмкіншілігі бар. Екі жанұя бірігіп жасаңыздар, егер жерлеріңіз жетпей жатса. Жалпылама солай? Бекзат бізге Арал қаласынан қосылып сұрақ қоям деп жатыр. Қазір қосамыз. Арал қаласынан сізге бір сұрақ бар екен. Уақытқа үлгердің ба? Иә. Максимально тез айттым. Рахмет. Регламентті сақтадыңыз, рахмет. Залда сұрақтар болса, мүмкін қазір Арал сұрақтарыңыз болса, ол не жерде ойлап қалмаңыздар, агрофорум. Бұл кәдімгі бір шай ішіп отырған сияқты өздеріңізді сезініңіздер. Напсе, бұның негізгі мақсаты айтып кету емес, біз сіздерден кейбіреуін үйренуіміз керек. Егер не жерде айтылмайға мен мағлұматтарым болса, қазір сұрақ қалыңыздар, мен білгенімше айтайын. Болмаса білмесем, направлять етейін, ана жаққа берем, ана берем. Болмаса қазір кофе-брек болады, кофе-брек кезінде ақылдасайық. Мүмкін қысылған адам ұтылады. Сұрақтан қысылмау керек. Арал қаласы қосылып тұр. Арал. Иә. Ассалаумалейкум. Сәлеметсіздер бе? Және форум қонақтары. Біз жақсы естіліп тұрмыз ба? Керемет естіліп тұрсыздар. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Былтыр болдым сіз жақта. Керемет. Аралдың балығын жеп. Көп рахмет. Сазан балығын. Тұздалған балықтар тұздалып, суда уже тұздалып қалады екен. Оны тұздалуын қажеті жоқ, өте дәмді екен. Мен ондай балық жемеппін. Сұрақтарыңызды қойсаңыз? Енді бізде біріншіден айта кететін, менің есімім Уалихан, осы Қызылорда облысы, жаңа айтып кеткенде Арал қаласында бөлімшенің басшысы боламын. Біріншіден айтқым келетіні, осы КМФ өзіміздің компаниямызға және КМФ демеу корпоративтік даму қорына өзімнің осындай біз секілді алыс аймақтағы Арал қаласындағы өңір клиенттеріне осындай пайдалы ақпаратпен, біліммен бөлісіп жатқандарыңызға көп рахмет айтқым келеді. Осы тұста екіншіден менің қасымда Болатхан есімді ағамыз отыр. Сол кісінің өзінің кезекті сұрағы бар екен, соған кезегін берсек. Саламатсыздар ма? Менде бір жалғыз сұрақ бар еді. Осы біздер мына мал шаруашылығына айналысқаннан кейін, енді ондай көптеген шағын шаруашылық қой. Қыс айларында жемнің бағасы қымбаттап кетеді да. Енді міне шөпті айтпайын, шөпті енді шамаға келгенше алып жасымыз бар. Жем бағасы қымбаттап кетеді, осыған неткен аламыз мысалы? Қандай кеңесіңіз бар айтады?
Енді болған сұраққа жауап оп-оңай. Жем қашан өндіріледі, сол кезде жемді максималды түрде алып, құрғақ күйінде сақтап, қысқа алып қалу керек. Ол өзіңіз білесіз, мысалы үшін егін жинау кезінде жүгері 70 теңгеге дейін түсіп кетіп жатыр, мысалы үшін. Сол кезде алып, қысқа сақтау керек. Басқа негізгі шаруалардың жасайтын іс-шаралары осы. Жоқ, ол түсінікті нәрсе ғой. Ол мысалы біз сол жерде алатында біз мысалы жағдай болмай қалады ғой. Мысалы біз енді ноябрь, мысалы қараша айынан бастап қолға қараса, мысалы сиыр малы, қой малдаршы. Біз енді қалаған бүткіл қаражат жетпей қалады ғой бізде мысалға. Бәрін ала беру. Енді қысы мысалы қаңтардан кейін ақпан айларында шамалап, тағы қосымша алатын уақытта сол кезде қымбаттайды да мысалы. Басқа осы сұрап атқан ғой мен. Біз оны біліп, ақшам болса оны сатып береміз. Бәрін алып тастаймыз. Онда сізге үлкен мүмкіншілік қой онда. КМФ сіздің партнеріңіз. Сол кезде ақылдасыңыз. Қаңтар айында, ақпан айындағы. Мысалға ол сол жерде жемнен сақталып қалсаңыз, барлығы бар, сіздің малдың күйі бар, ол көктемде төлеу керек, төлі дұрыс болмай қалады. Сол үшін 2-3 айда максималды түрде оған жем шөбін қалыптастырып қойыңыз керек. Болмаса, енді қазір түрлі витаминдер бар ғой. Витаминдердің қосымша ретте беріп отыруыңыз керек, чтобы сіздің малдың күйі жоғалып кетпеу үшін. Жақсы, рахмет. Аралғасына сұрақтарыңыз болса, пікірлерге жазыңыз, оны тағыда панельдік сессия болған кезде оқып жауабын береміз. Бекзат, ашық әрі маңызды талдауыңыз үшін рахмет.